Баршаңызға қайырлы күн, құрметті көрермендер. Менің каналыма қош келдіңіздер. Өткенде тирамису тортын жасағанда сіздерге уәде еткен едім, келесі жолы ақуыздан жасалған рулет жасаймын деп. Орысша айтқанда меренговый рулет. Мен осы рулетті алғаш рет жасап отырмын. Алғаш рет жасағанымды ескере келе, комментарий қалдырып, каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басып, менің видеоларымды соңына дейін тамашалаңыздар. Ең алдымен жұмыртқаның ақ уызы мен сары уызын жеке бөліп аламыз. Миксердің көмегімен ақ уызымызды жақсылап араластырамыз. Лимон қышқылын салып араластырамыз. Крахмал салып, шамамен 5-10 секунд араластырамыз. Негізі масса қоюлау болу керек еді, бірақ менің массамның арасында 1-2 тамшы сары уыз болғандықтан қоюланбады. Соңына дейін тамашалайық, қалай боп шығады екен. Массамызды форманың бұрыш-бұрышына жететіндей жақсылап жаямыз. Ақ уыздан болған бисквитіміз пісті. Енді таза болған пергамент қағазын бетіне қойып аударамыз. Аударғаннан кейін 15-20 минут суытамыз. Пергамент қағазын алар сәтте абайлап алғанымыз дұрыс, себебі бисквитіміз сынып қалуы мүмкін. Рулетімізге крем жасаймыз. Салқындатылған кілегейге қант ұнтағын салып араластырамыз. Мен рулетімнің ортасына кептірілген шие салдым. Сіздер салмасаңыздар да болады. Рулетті ораймыз. Ол үшін пергамент қағазының көмегімен орау керек. Егер қолдың көмегімен орайтын болсаңыздар, рулетіңіз бүлініп қалуы мүмкін. Арасындағы крем көп болып кететін болса, онда ақырындап қасықтың көмегімен алсаңыздар да болады. Видеода байқасаңыздар, рулетті орау барысында қатты қобалжып тұрмын, себебі бисквит сондай қолға жабысқақ тәп-тәтті. Рулетті өз қалауларыңызша сәндесеңіздер болады. Мен қалған кремді қолдандым. Мінекей құрметті көрермендер, ақ уыздан жасалған рулетіміз дайын. Менің жасаған рулетім сіздерге ұнап, көңілдеріңізден шығып жатса, комментарий қалдырып, каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басып, менің видеоларымды жіберіп алмаңыздар. Сіздер де осылай жасап, өз меймандарыңызды қарсы алып, отбасыларыңызды қуантыңыздар. Сіздер үшін бір тілімін көрсетейін. Дәмі зефирге ұқсайды, сондай нәзік, дәмді боп шықты. Менің отбасыма ұнады.
Видеоны соңына дейін тамашалағандарыңызға рахмет. Сіздермен болған Жако келін арнасы. Сау саламатты болыңыздар.